осы GBC Астан компаниясынан шайды алып іштім. Чудо шайды. Оның алдында 1 жыл ба, 2 жыл алдын почти менде язва еді, балалап кеткен асқазанымда. Уже маған ракты қоя бастады. Өйткені астынан да, аузымнан да кетіп жүрді, қан кетіп жүрді. Ол жараның беті ашылған кезде болады екен. Сөйтіп мен 20 февральдан бастап іштім. Соседім, әрі әпшем айтты, Сапаркүл әпше айтты. Сен осыны алып іш деп үйге күніге келіп система салып жүрді. Ол больді басып жүрді. Қоймады, ол сенің асқазаныңды бұл дәрі-дәрмегі нелерге жүгірме деді. Ол бетін емдейді, іш жағын емдемейді деді. Ну ладно, тип қашып ішіп жүрдім. Осы шайды, чудо шайды. 1 апрель күні оның алдына ішпей жатқан кезде, декабрь, январда түскен кезімде уже менде асқазан жарамайды деді сізде. 90% жарамайды уже асқазаныңыз деді. Солдан кейін бар 20 февральдан бастап іштім, 1 апрель күні барып түстім. Врачтың аузы ашылып қалды. А сізде кәні язва деді. Кәні гастрит, асқынып кеткен 90% жарамайтын асқазаныңыз кәні деді. Бәрі жақсы деді ма? Таза деді, шылағы жоқ деді. 12 елі шегіңізде тап-таза, ешқандай шылағы жоқ деді. Қанша уақыт іштің шайды? Февральдың 20-сынан бастадым, и апрельдің 1-іне барып, для себя өзім үшін барып, шланг жұтып, диагностикаға барып көрдім. Тап-таза врачтың аузы ашылып қалды. Не іштіңіз, не істедіңіз? Мен просто шай іштім дедім. Қандай шай іштіңіз деп десе, мен естімеппін ондай шайды дедім. Бар ма деді. Сөйтіп мен айттым, бар дедім, осыны іштім дедім. Содан кейін менде асқазанды. Маған қай врач екен көрсетіңізші деді. Жарамай қалған асқазаныңызды деді. Өзі таң қалды враштан. Таң қалып айтты маған, сізді тап-таза деді. Жақсы істеп тұр деді.